Ал кеш жарық. Қалдарыңыз қалай? Құрметті менің оқырмандарым, бүгін жұма. Дәстүр бойынша біздің түнгі шай. Қалай естіліп тұр, қалай көрініп тұр. Кері байланыс беріп жүрсеңіздер, кіре салып жинаңдар. Қыздар, вы мне нужны. Маған қыздар керек. Қыздар, сендерге айтатын огонь жаңалық бар. Жігіттер сәл ойнап келіңдер 5 минуттан кейін, 5-10 минуттан кейін келесіңдер. Девчонки, жоқ, жігіттер отыра беріңдер, если что, қарындастарыңа, әпкелеріңе, подружкаларыңа айтасыңдар. Здрасте, здрасте, забор покрасьте, заходите, заходите, все, сәлем бердік, кеш жарық, всем классной пятницы, привет, рахмет үлкен, жақсы естіліп тұр, жақсы көрініп тұр, рахмет, жаңалық. Блин, это вот қазір міне 2 сағат бұрын шыққан жаңалық. Қазір енді ең үлкен ахватқа осы менің оқырмандарыма айтылайын деп тұр. Еще ни один блогер про это не знает, но скоро узнает. Бірақ бірінші болып менің оқырмандарым білу керек, менің қыздарым білу керек. Әңгімені алыстан бастаймын. Слышно, да, меня? Дайындалып отырсыңдар ма? Блин, қыздар, для вас. Қой тұршы, жігітті айтамыз қазір. Басқа нәрсе. Сендер сұрайсыңдар, да? Алыстан бастаймыз. Естіліп тұрсыңдар ғой, да? Неге сағат 10-да еді, ерте шыққан себебім бір жаңалық бар. Айтуым керек, айтпасам өлем газ. Дайынсыңдар ма? Короче, қыздар. Сендер постоянно сұрайсыңдар. Қандай мамандық таңдаған дұрыс, не істесем дұрыс, қандай топовый, қандай ұтылмайтын мамандық бар деп сұрайсыңдар. Я вам скажу, қазіргі заманның тренді бұл IT. Қазір, мысалы, сен телефон қолданасың ғой, телефон қолданасың, сол сияқты сен IT мамандықтардан хабардар болу керексің. Кішкене болсын сенде хабар болу керек. Но IT-ді оқуға, иногда денег не хватает, иногда возможностей не хватает, иногда специалистов не хватает. Правильно? Дұрыс па? Дұрыс, я? Кімнен үйренем, қайдан үйренем деген сияқты. Боже мой, я этот проект жду, былтырдан бері күтіп жатырмын. Наконец-то. Қазір скрин жасауға дайындалып отырмын, айтам газ. О, боже, как я хотела, чтобы эта новость пришла первая, и чтобы я о ней узнала первая. Міне 2 сағат бұрын шықты осы жаңалық. Астанадан келген ыстық жаңалық. Қыздар, 16-ға толған қыздар, сендерде IT мамандығын тегін алып, ары қарай жұмысқа. У меня с интернетом проблемы. Нормально тұр ма? Курстар қымбат қой дейді. Нет. Естіліп тұр ма? Боже. Айтам қазір. Дайындаңдар. Жаңа бағдарлама шықты. Естіліп тұр ғой? Жаңа бағдарлама шықты. Tech Girls, Techno Woman, Tech Girls, яғни әйелдерге де, қыздарға да арналған. Бұл бағдарламаны Астана Хаб, ұлттық комиссия, Techno Woman KZ проектлері бірлесіп жасап жатыр. 3,000 орын бар. Смотрите, менде қазір өшеді 1600 отыр. Мен әлі біраз айтам. Қыздар, подружкаларыңа жіберіңдер. Бұл программаға қатыспасаңдар, вы просто профукаете. Неге? Өйткені сол программаға қатысып, жетістікке жеткен қыздарға обязательно жұмыс тауып береді, поддержка жасайды. Жалпы үлкен IT карьера құруға болады. 16-ға толған қыздардан бастап, до 1 марта, 1 мартқа дейін ғана осы программаға тегін, вообще негізі ол жалпы тегін, 1 мартқа дейін ғана тіркеліп үлгеруге болады. Қалай қатысамыз, жандарым? Обожаю ваши такие вопросы. Өстіп білім іздеп, қалай қатысамыз? Қайда тез дейтін. Обожаю вас. Қазір тоқтаңдар. Программаға не кіреді? Мама, құлайсыңдар. Программа 16 мен 23 жасар арасындағы қыздар, сендерге арналады. Это для вас карьера. Даже если сен IT-ді оқыған болсаң да, мысалы сен университеттесің ғой, и IT-ді оқып жүресің, бірақ дым түсінбейсің ғой. Мына программаны оқу керек. Онлайн болады, курсты оқып аласыңдар. Оның ішінде 25 сабақ бар.
нон-код, лоу-код программирование үйретеді. Одан кейін онлайн сабақ болады, бета-карьера деген. Оның ішінде IT-да қалай супер успешный карьера жасауға болады деген 10 сабақ болады. Мама, а сен ол жердегі спикерлерді көрсең, это такие женщины. IT-да успешный әйелдер әрқайсысы өз саласы бойынша сендерге сабақ үйретеді. Яғни сен бірінші 25 сабақ программирование үйренесің, одан кейін 10 сабақ бүкіл мотивация, қалай карьера жасау, бәрін түгел үйретеді. Короче, ал қатыстың, регистрация өттің, қатыстың бітті ғой, у тебя открываются двери, у тебя перед тобой открываются двери, чтобы сделать себе IT-карьеру. Мне кажется, это просто топ. Былтыр осы программа IT әйел деп аталды. Ол жерде тұрмысқа шығып, үйде отырған, декретте отырған әйелдерге поддержка болған. Былтыр 3000 әйел қатысқан. Биыл енді қыздарға, 16 мен 23 жасар қыздар, дайындалыңдар. Боже, там такие спикеры, там такие мотиваторы. Ема, айтамайым енді. Техно-woman, техно-girls. Қазір айтам, скриншот берем. Регистрацияға QR-код берем. Телефонға скриншот жасап алыңдар, кейін басқа телефонмен кіріп регистрация өтесіңдер. Сейчас, подожди. Вот. Скриньте, срочно. Скриншот. %% тегін. Аяжан, 100% тегін. 16 мен 23 жасар қыздар. Скрин. Молодцы. Барып регистрация өтіп алыңдар. Сайтта бар, Астана Хаб сайтында тұр. Вот, аудитория. Сейчас, подожди. Міне, девушки, 16-23 жас, 3000 грант бар, всего 3000 грантов. 1 марта 6 апта оқисың, стоимость обучения бесплатно. Вот. Блин. Любой мамандық болады. Любой. 16 мен 23-тің арасында. Айтишник болсаң да, болмасаң да, мұғалім, бухгалтер, білмеймін, переводчик, ағылшын тілі, кулинар, кімсің, неважно, қыздар оқып алыңдар. IT-да қазір кезде осы соңғы, вообще президент әрбір жолдауында, әрбір выступлениясінде Қазақстанның IT мүмкіндіктері жайлы көп айтады. IT-да мамандар көп болу керек деп айтады. Енді, я вам скажу такой, усек такой скажу. Осы салаға өте көп гранттар және ақша құйылады. IT-да мамандық алып, карьера жасайым дегендерге қазір мүмкіндік есік ашылады. То есть, вот, приходите, келіңдер. IT-дің ішінде өте көп программирование, басқа да көп салалар, менеджмент бар, өте көп сала бар. Но начните, вот, на жерде языки программирования. Қазіргі кезде, жаңағыдай, біз өзіміздің ресурстарымызды, IT ресурстарымызды көбейтуіміз керек. Оған мамандар жетпейді, және ол мамандардың ортасында қыздардың, келіншектердің болғанын қалап жатыр, өкімет. Сондықтан да ұмтылған істейм деген қыздарға есік ашық. Пожалуйста, это вот новость, которую я узнала вот буквально 2 часа назад. Міне 2 сағат бұрын, мен шыдай алмай, мен сағат 10-да бастауым керек еді, түнгі шайды шыдай алмай келдім. Қыздар, девчонки, все для вас. Қал кетпеңдер. Я еще буду говорить, до 1 марта есть возможность. 3000 орын бар. 3000 орын. Места ограничены. Өтіп алып, возможно, если... сосын былтыр былай болды. Былтырға сол IT әйел проектісіне қатысқан келіншектер до конца оқып, нәтиже шығарған қыздардың бәрін күздегі Digital Bridge бар ғой, форум, Астанадағы форум, соған шақырды. Мы в тот раз виделись, сол жерде оқып келген қыздарды, крутые девчонки были. Солардың арасында боласыңдар бұйырса, курсты оқып, до конца оқысаңдар, жаңа форумға қонақ болып келесіңдер. Это вообще... Жасым 16 мен 23-тің ортасында болатын болса, жылқынып барып қазір соны жасайтын едім. Жылқынып барып жасайтын едім. Так что, тіркелдің ба, Аяжан? Молодец. Жасым келмейді дегендер вообще уайымдамаңдар.
следите за моими эфирами. Жалпы өте көп проектлер болады. Скоро запустит Техорда. Астана Хаб скоро запустит Техорда. Техорда тоже офигенная программа. Былтыр біраз оқырмандарым сол Техорда бойынша гранттар ұтып алған, мамандықтар алған. Биыл одан да көп болады. Қашан басталады, мен сразу шығарам. Сразу. Толтырып тастадың ба? Молодец. Түсіндің ба? Сразу. Короче, менің эфирлерімнен қалмаңдар. Я вот эти все, мына жақта бесплатное обучение бар, наны оқып ал. Я бесплатное обучение әртүрлі болады. Бұл жерде именно нақты мамандыққа ең күшті мамандар үйретеді. Ең күшті мамандар нақты мамандыққа үйретеді. Поэтому, когда я говорю идите, мен рекомендацион дедім ба, значит барыңдар. Қалай тіркеледі, қайталай айттым, жаңа эфир сақталғаннан кейін көресіңдер. И QR-код есть, и сайт есть, поэтому вперед, қыздар. Я вас люблю. Молодец. Тіркелгендер, молодец. Я вас люблю. Супер. Екі тілде. Курс екі тілде. Орысша и қазақша. Ақысыз Шапиева. Ақысыз. Боже, я так рад. Я так ждала. Өткенде сол Астана Хабтың региональный жаңағы басшылығындағы региональный центрларының басшысы Аида деген қыз Алматыға келген ғой форумға. Соны маған соғып кетті да офисқа, жаңағы киномен құттықтап, екеуміз біраз әңгіме айтқанбыз. Сонда айтамын, ойбай, менің аудиториям күтіп отыр, не бересіңдер, Аида берші, не сабақ демем. Ол айтты, міне скоро шығады, айтам деп. Міне бүгін шықты, 2 сағат болды шыққанына. Этой новостью я делюсь с вами первыми. Қазір сендер барып регистрация жасаватсыңдар ғой, пока что сендерден басқа ешкім жоқ, басқа ешқандай блогерға әлі айтқан жоқ, маған ғана айтты. Так что я бы хотела, сол 3000 гранттың бәрін сендер албасаңдар, қыздар күшті болар еді ше. 3000 гранттың бәрін сендер алып алыңдаршы. Да, еще раз давайте показываю QR-код. Лох болып қалмаңдаршы, пожалуйста, лох болып қалмаңдаршы, мен нервыма тиіп. Вот, мына QR-кодпен өтесіңдер. Скриндап алыңдар. Скриндап алыңдар. Басқа ешкім жоқ, сендерден басқа. Бірінші болып кіріп алыңдар. Сорлы қыздар әйтеуір жүрінде Зігіт мен тастап кетті. Маған зігітте таныспайды, бір бәле деп отқанша оқсаңдаршы. Сендер үшін осыны бірінші болып, бүгін жаңалық шықты, әлі ыстық, әлі ыстық болып шығып, әлі суып үлгерген жоқ. Сразу сендер үшін осы жұлып әкелдім. Әкел, менің аудиториям келеді деп өліп отырым. Отырсыңдар сол. Он алтыға толайын деп атсың ба? 10 күннен кейін ба? 10 күннен кейін нормально 1 мартқа дейін толып қоясын, регистрируйся. Бұжырап жүрмеңдерші сол, жігіт аңдып. Сендер үшін осының бәрін тауып келіп отырмын ғой. Сендер үшін тауып келіп отырмын ғой осыны. Сендер оқысын, сендер білсін, сендер жесін, сендер көрсін деп, сендер карьера жасасын деп. Басқа любой қадан қатысуға болады. Онлайн ғой, онлайн, любой Қазақстан бойынша қатыса беріңдер. 1 мартта начинается обучение. 15-тен болама дейді. Тіркеле берші. 16-там деп айта саласын. Тіркеле бар. Сендер үшін, бәрі сендер үшін. Айналып кетейін қыздар. Алға қарай жылжыңдар. Сен скриндап ал, сосын тіркелесін. 3000 орын бар, үлгересіңдер. 3000 орын бар, 1 мартқа дейін. Бүкіл орынды сендер алып отырыңдар, ешкімге орын бермей. Барлық, бүкіл, 3000 орын бар, бәрін менің аудиториям алсын. Менің аудиторияма бұйырсын, тек қана менің аудиториям ғана алсын сол гранттың бәрін. Сендер үшін, қыздар, сендер үшін. Эфирді сақталғаннан кейін көріп аласыңдар. Естігендер естіді, но блин. Прогрев болсын ба? Молодец.
тегін ғой, тегін. Ноу-код, программирование. Программирование. Сегодня мы рады сообщить о старте программы Tech Girls. Эта программа реализует по инициативе Ұлттық комиссия, Астана Хаб, Техноwoman, Аида Балаева. Кстати, эту программу, мен жаңа айтқан программаны Аида Балаева поддерживает. Сол кісі өзі, сол кісінің ұсынуымен, ана жаңағы Техноwoman'ды қосып, Астана Хабты қосып, бәрінің басын қосып, осы қыздарға білім берейік деп атқан бастама ғой, қыздар, мініп алыңдар, мініп. Бағдат Мусин поддерживает. И Алина Абдралина. И Дания Ахметова. Дания Ахметованы танымайды екенмін. Но точно знаю. Бағдат Мусин мен Аида Балаева, Астана Хаб барлығы бірігіп осы қыздарға беріп жатыр осындай мүмкіндікті. Бәрін сендер алып алыңдар. Тек қана сендер алып алыңдар. Менің қыздарым алсын. Программирование үйренесіңдер, зато мотивация аласыңдар, жаңа білім аласыңдар, кішкене, бірақ соншама орынды алғаннан кейін действительно оқыңдар енді. Дальше кеттік. Не өсек? Кеттік, сұрақ. Ответ записан деп шықты, бәрінде солай дейді. Наверное, да. Молодец, окно. Болды. Енді өсек айтамыз, қалғандарың сақталған эфирден көріп аласыңдар. Жылулықпен қарсы алсаңдаршы мені. Жылулықпен. Пайдан қалай құтылуға болады? Ажырасасың ғой, басқа не істейсің? Ал егер де ажырассаң да бывшийің артынан қалмай атса, так, что у нас сейчас по закону есть? Әлі заңды қабылдаған жоқ, өкінішке орай, әлі заңды қабылдаған жоқ, сталкерство мәселесі, но будет криминализация, будет. Жаңағы, любой нәрсеге қазір уголовка кетеді. Средний степень тяжести, легкий степень тяжести, любой степень тяжести. Вообще жалпы. Кеше маған мынандай күшті әңгімелер келіп жатыр ғой. Мен неше түрлі информационный потоктарым бар ғой, телевидениядан, научный центрлардан, біздің зерттеу орталықтарынан. Біз ойлаймыз, мысалы, күнде жұмысыңа барасың, сабаққа барасың, тамақ жейсің, жігітіңмен ұрсасың, қайттан табысасың, байыңмен қырыласың. Тебе кажется, что в жизни ничего не происходит, но на самом деле много чего происходит. Жалпы гендерлік экономикаға өте қатты қазір назар аударып жатыр. Еще 21 жылдан бері біздің зерттеу ғылым орталықтары оның бәрін зерттеп, жалпы гендерлік теңдік бар ма мемлекетте, қалай ойлайсыздар деген опростарын бәрін жүргізіп, уже научный документ шығып қойған. Оны маған жіберді. Мен оқып шықтым оның бәрін. На-на-на-на-на-на-на. Я прочитала этот документ. Қазақстан Республикасының ақпарат және қоғамдану даму министрлігі Қазақстан қоғамдық даму институтымен бірге зерттеу жүргізеді. Мынау документ, соның документі әлі оқып жатырмын, бірақ бастапқысында түсінгенім мынау. Айтайын сендерге. Мына жерде бір өте қызық әңгіме бар. Бүйтеді. Аудиториямыздың 43% әйелге қарағанда еркектердің мүмкіндігі көп деп ойлайды екен. 43% деген бұл үлкен показатель. Бұл дегеніміз енді министерстволар, жалпы саясат, 43% адам бізде гендерлік теңдік жоқ, яғни конституцияға қарсы екен түсініп отыр ғой. Мен өзің ойлашы, мысалға 10 адам болатын болса, оның 43%-і 4 адам. 10 адамның 4-еуі әйел мен еркектің жұмысқа орналасуында, білім алуында теңдігі жоқ деп есептейді екен. Это большая проблема. Бұл дегеніміз енді өте көп мемлекетте осындай іс-шаралар жасалынатын болады. Яғни әйелдердің статусын көтеру, әйелді алға қарай тарту, әйелге жаңа мамандық алуға, жаңағыдай тегін гранттар алуға, оқуға, дамуға одан да көп үлес қосады деген сөз. Понимаете? Вы понимаете? Қыздар,
Біздің үніміз шығып жатыр, сендер ойламаңдар, біздің қыздар үні шықпай жатыр деп. Все идет в эту сторону. Сейчас все пойдет в сторону защиты женщин. Мемлекеттік бағдарламалар уже все подключится. Бұйырса, 1-2 жылдың ішінде все будет. Вот заңды қабылдасын қазір, зорлық-зомбылық туралы заңды қабылдасын, гендерлік теңдік туралы заңға енгізсін, гендерлік теңдікті мемлекет орнатсын. Вот будет красота. Білесіңдер ме неге? Я говорю, что это будет красота. Почему это будет? Неге бұл нәрсе әйелге ұтымды? Өйткені бізде мынандай ғой, бізде негізі білім деңгейі әйелдерде жоғары. Білім деңгейі статистика бойынша еркекке қарағанда әйелдің деңгейі жоғары. Мысалы, докторство, кандидатскийді қорғаған, докторскийді қорғаған, магистр болып отқандардың басым көпшілігі әйелдер. Бірақ та әйелдерді қоғам не істейді? Не қыласын диплом оқып? Диплом, қос диплом, доктор болып не қыласын? Мамандық деген, не қыласындар мамандық деген? Әйелге деген, мама деген сөз бірінші. Сол өліп тіріліп оқыған қызыл дипломың дымда болмайды. Ана қызыл оты жанып тұрған плита сенің лучший подружкаң деп айтады ғой қыздарға. Көрдің бе, қаншама білімді қыздарға, жаңағыдай білімді, высшее образование, ғылымда алда жүрген қыздарды қоғам басып тастайды, еркектер басып тастайды. Енді осының бәріне жол жоқ. Яғни әйелдің құқығы, әйелдің білімді, әйелдердің қызметте көтерілуі алға қарай ілгерілейді, енді жүре бастайды. Бұл дегеніміз, итақта өзі ақылды әйелдер, қазір итақта ақылды әйелдерге жол ашылса, мама, женщины, держитесь. Осы неше уақыттан бері эфирлерде айтып жүргенім, тура осы айтқаным айдай келетін сияқты. Мен айттым ғой, қазір жігіттер өткенде, мен ойжеткенде подкастта айттым, скоро 2-3 жылда жігіттер уже үйленемей қалады. Уже үйленемей қалады, потому что олардың білім деңгейі төмен, ақша таба алмайды, былжырап не киімін жинай алмайды, не өзінің тамағын істеп жей алмайды. Жұмысқа барса, үйдің тірлігін істей алмайды, үйдің тірлігін істесе, жұмысқа барамайды. Бізде әйел 40 жанды дейді ғой, жоқ, бізде әйел 40 қолды ғой. Әйелдің 40 қолы бар. Ол баланы үй туады, үй қарайды, үйде отырып, декретте отырып миллиондар табады. Курстарды да жасайды, блогерда болып жатыр, үйді жинайды да. А муж просто есть. Он просто есть. Мужчина просто существует. Үйде музей, мынандай, үйде мынау сувенир ол, мынандай бүйтіп әдемі көркем, мынандай бір еркек бір үйдегі бір көркем дүние болып қалады да, қазір сондай да. Бірақ әйелдің 40 қолы бар. Бәрін үлгереді. Енді плюс, енді оған еще әйелге ондай үлкен есіктер ашылса, мүмкіндік берілетін болса, девчонки, по-моему, очень скоро на нашей улице перевернется КамАЗ с Рафаэлло. Наконец-то, қыздар, біздің көшемізде той болатын болды. Енді жігіттер, мен өткенде сол ойжеткенде айттым, жігіттер, скоро сендер үйленемей қаласыңдар. Қыздар сендерді менсінбейді, кішкене жөндеңдер, өздеріңді оферларың жөндеңдер, упаковка жасаңдар, сепарироваться етіңдер, ана мамаларының етегінің астынан шығыңдар, кішкене ересек болыңдар деген әңгіме. Менің айтқаным міне айдай келіп жатыр ғой, айдай келіп жатыр ғой. Понимаете? Ой, я так рада. Я так рада. Наконец-то, қыздар, айттым ғой сендерге, біздің көшеде де скоро праздник болады деп. Міне, той, дүркіреген той, 30 күн ойын, 40 күн тойын. Мы будем праздновать, мы будем веселиться. Права будет на нашей стороне. На нашей стороне будут права. Бүкіл құқығымыз қорғалады. И этому бірінші очередь осыған біз өзімізге жағдай жасаймыз, өзіміздің құқығымызды өзіміз требовать етеміз. И со стороны закона и государства тоже будет поддержка максимальная. Сондықтан да самооценканы түсірмейміз, қыздар. Вы умные, вы красивые, вы все можете. Сендердің 40 қолдарың бар. Любой жұмысқа алып кетеді, қыздар. Любой қызды любой жұмысқа қойшы, любой жерде алып кетеді. Өмір үйінде еркелеп, дым істемеген, прямо еркетотай болып өскен қыздар ауылға күйеуге тисе, тезекке нан жауып кетеді ғой. Білесіңдер ма? Сиыр сауып, тезекпен нан жауып сөйтіп кетеді. Неге? Потому что қыздың қолынан келмейтін нәрсе жоқ. Любой нәрсені үйренеді.
Ал бізде жаңағы менің эфирлерімді көретін келіншектер күйеулеріне әй кішкене қарашы маған кішкене көмектесші, ана етті турап қуыра берші, мен жақта баланы емізіп алайын деген кезде ше, қалай турайды, мына пышақ өтпей жатыр ғой, мынаны ой асты жанып кетіп жатыр, мынау дұрыс па, осынша май құям ба деп былжырап жүреді, дым келмейді қолдарына. Сол 8 сағат жұмысқа барып айлық алып келгеніне мәз. Понимаете? Пользуйтесь. Наконец-то. Осынша нешеме ғасырлар бойы қаншама әйелдер осындай еркіндік, гендерлік теңдікті көрмей, бірақ сол үшін өліп кеткен әйелдер өте көп. Очень много женщин умерли ради того, чтобы у нас были такие возможности. Представьте, қазір біз қыздарымызды мектепке сабаққа жібере аламыз. Өзіміз де мектепті бітірдік, университет бітірдік, қолымызда қос-қос диплом бар, жұмысқа шығып жұмысқа тұра аламыз, біздің қолымызда удостоверение паспортымыз бар, біз жол жүре аламыз паспортпен, удостоверениемен, шетелге барамыз десек бара аламыз. Осыдан 100 жыл бұрын бұндай мүмкіндік әйелде болған жоқ. Сол кезде осы құқықтар үшін өліп кеткен қаншама әйелдер бар. Еркектермен төбелесіп, оларды жынды деді, оларды сайқал деді, оларды отқа жақты, оларды түрмеге тықты. Сол әйелдер біздің осы бүгінгі білім алып, ақша тауып, өстіп көшеде басымызды көтеріп жүруімізге өте көп еңбек етті. Өздерінің өмірлерін, денсаулықтарын қиды. Күйеулерінен ажырасты, балаларын тастады, чтобы у нас сегодня была такая возможность. Біз қазір жұмысқа барған кезде, машинаға отырып, машина айдаған кезде, осының бізге қандай қиындықпен келгенін біз білмейміз, әйелдер. Мы не знаем, насколько вот қаншама әйел осы үшін өліп кеткенін біз білмейміз. Бізге как будто норма сияқты, да, вот, ну да, біз осы заманда өмір сүреміз, я біз универге бара аламыз, деп ше. Атышулы Кембридждің өзі бірінші рет әйелдерге, атышулы номер 1 әлемдегі университет, бірінші рет 1978 жылы әйелдерге есік ашқан. Оған дейін олар әйелді адам ретінде қабылдамаған. Әйел сабақ оқи алмайды, әйелдің миы жоқ, әйел тек қана тамақ істейді, әйелдің қолынан дым келмейді деп келген. Міне ғой, міне енді. Бірақ осы біздің бүгінгі жетістігімізге, жетуімізге қаншама әйел өліп кетті. Негізі біз 8 мартта бір-бірімізге гүл беріп, жаңағыдай уху, жігіттер білмеймін гүл беріп, өздерінше білмеймін, өтірік тақпақ айтып, өтірік билеп, сөйтіп, типа, вы же пытаетесь развлекаться, на самом деле 8 март осы әйел құқықтары бойынша, әйел құқықтарын қорғаймын деп өзінің өмірін жан-пида қылған, өліп кеткен әйелдерді еске алатын күн. Ол күндері біз жиналып қыздарға айтуымыз керек, жігіттерге айтылу керек. Ол күнді жиналып 8 мартта жігіттерге жиналып осындай лекциялар айтылу керек. Сендер білесіңдер ма? Осындай болған әйелдер всю жизнь, мысалы, врач болуға, немесе жазушы болуға, журналист болуға, жақсы қызметтерге орналасуға әйелдерде құқық болмаған. Өйткені оларға тупо университетте, мектепте орын бермейді. Орын бермейді, кіргізбейді. Өйткені әйелдің миы жоқ, ол әріп танымайды, ол сауатсыз, қанша айтсаң да миына кірмейді, оның ондай мүмкіндігі жоқ, әйел шешім қабылдай алмайды, әйел вообще это низшее существо деп әйелге максимум үй жинау, жаңағы кір жуу деген сияқты, мысалы горничный болып әйел жұмысқа тұра алады. Немесе повитуха болып, жаңағыдай ше, бала туғызатын әйел болып жұмысқа тұра алады. Бірақ бірде-бір нормальный мамандыққа әйелге доступ болған жоқ. Оған ондай мүмкіндік берген жоқ, міне 100 жыл өткен жоқ. Қазір шүкір, жағдайымыз жақсы. Поэтому қыздар, осы біздің алдымыздағы өліп кеткен әпкелеріміз, апаларымыздың құрметіне, давайте, осы мүмкіндікті просто мы не можем их подводить. Они умерли, бізге осындай мүмкіндік болсын деп қаншама әйел өліп кетті. Біз олардың соншама еңбегін жоққа шығармаңдар, қыздар. Нет. Ондай нәрсені вообще жоққа шығармаңдар. Әйел все может. И семью вести, и она вообще все может. Поэтому
сендерге айтқым келгені, мына енді 8 марттың қарсаңында, 8 наурыздың қарсаңында бүкіл әлемдік әйелдер күніне қарсы, әрине әйелдердің тақырыбы, әйелдің құқығы, әйелдің осы құқықтарына қазіргі күнгі әрине бұл недостаточно, но қазіргі күнгі осы жетістіктердің өзіне қандай қан төгіспен келгені туралы мен обязательно айтамын. И, кстати, мысалы, нешеме ғасырлар бойы әйелдің миы жоқ, әйел білім аламайды, әйел есінен шығып кетеді деген сияқты стереотиптердің кесірінен қаншама әйелдерге жаңағыдай оқуға мүмкіндік берген жоқ қой. Бірақ та әлемдегі IQ-і ең жоғары адам ол әйел. Оның білімінен әлі бірде-бір әлемдегі еркектің білімі асқан жоқ. Так что, девчонки, вы можете, вы молодцы. 1986 жылы оқиға кезінде қазақ қыздарының қайсарлығы таң қалдырған. Өте дұрыс айтасың, Гүлзат. Өте дұрыс айтасың. Алаңға сол кезде ешкімнен қорықпай, аязға қарамай, жігіттермен бірге қыздар шыққан. Бізде мына қазір ақылдылар отырады ғой. Қатын деген тендерді қорғау керек, қатын деген әлсіз деп отқандар бар ғой. Сол кезде еліміздің тәуелсіздігі үшін қаншама қазақ қызы шықты. Тығылып отырған жоқ. Зато тығылып отырған еркектер көп болды. Жаңағыдай, мы все можем, конечно. Сосын, мына жерде аудиторияда отырған қыздар, жігіттер, мына жерде егер негатив жазып отқан жігіттер болатын болса, қыздар, не обращайте. Не обращайте на таких парней. Олар отыра берсін. Олар әдейі, мысалда, маған негатив жазып, менімен спорт ететін еркектер, олар отырса, маған даже жақсы. Неге? Өйткені ол мені тыңдап, бір күні өзгеріп, өзі-ақ феминист болып шығады. Так что оны қумаңдар, оған жауап бермеңдер, полный игнор. Айта берсін деген Жанар апамыздың өлеңі бар емес пе? Конечно, осы кім еді өшірді бізде қырылып отыратын еді ғой. Есімжан. Ой, қырылды. Қанша бір ай ма, 2 ай ма қырылды. Қазір деген феминист болып кеткен ғой. Есімжан номер 1 феминист қазір. Мен бірде-бір эфирім жібермейді. Всего лишь потребовалось месяц, чтобы он перевоспитался. Перевоспитали, қыздар! Мы можем любого перевоспитать. Қыздар қоғамда резонанс туғызған жайтшы әйелді кінәлап жазғырмандас жарай ма дейді. Өте дұрыс айтасың. Қыздар, сосын біздің саналылығымыз неден білінеді? Комментарийда, мысалы, әртүрлі жаңалықтардың астында, неде комментарийда әйелді тәпет еткен жерде, сол жерде комментарийда жеп тастаңдар, жеп. Мен де отырам ғой. Өткенде ана депутатты көрдіңдер ғой. Анас деген. Ой, Анас. Ана депутат. Айтам деп ауыздан жаман авария болды ғой. Жеп тастадық қой, жеп. Ана жерде бар ғой, ана бет жоқ, ана бүкіл комментарийін өшіріп, инстаграмнан қашып кетердей болды ғой. Қыздар, комментарийда төбелесіңдер. У нас еркектер отырып комментарийда бізбен қатындармен төбелеседі, сендер тоже самое делаете. Бәрібір жеңіледі, потому что у них логика, грамматика еркектерде дамымаған. Они даже нормально спор, они даже полемикаға түсе алмайды ғой. Диалог құрамайды, сосын полемикаға түсе алмайды. Мен таң қалам, не деп? Мен ше бар ғой, еркектерім бар ғой, самооценкасына таң қалам ше. Топас ше. Логика жетіспейді, грамматика жоқ, бірақ ше аузы жабылмай осы отырып коммент. Вообще андай қоқ етпейді ғой, самооценка. Вообще выше крыши ғой. Біз деген қыздар бір сообщение жазардың алдында бүйтіп 100 рет оның қатесін тексеріп, еще қате жазылып кетсе астынан еще комментарий жазып бітесің ғой, астында ше бүйтіп ше. Кешіріңіз, бүйтіп осы жерде Т9 болып қапты, мынандай әріп жетпей қапты, қыздар артынан қатесін жігіттерге пофиг қой. Топас, ана әңгіменің басы бар, соңы жоқ, бірдеңені қайталап айта береді, логика қоспайды, вообще полемикаға түсе алмайды да. Қатесі бар ма жоқ па, ұрып комментарий жазады. Не деген самооценка деймін да? Не деген самооценка деймін да, сол жігіттерде ше. Вообще бар ғой.
Онда оқып отырсың, сен конкретно доводпен комментарийда конкретный довод айтасың ғой, сізде осы жерде мына сөзіңізде осындай, негізінде ол мынандай деп сол сөзіне жауап берсеңше, вообще андай долы ғой, кәдімгідей истеричный. Бұрын ше сондай истеричный долы қатын деп айтатын еді. Ойбай, қазір долы истеричный еркек дейтін болдық қой. Истерика. А десең Б дейді да, конкретно сұрағыңа жауап бере алмайды. Бірақ аял бір саты төмен. Бір жақталаған бір екі хадисі бар. Айта береді бір екі хадисті ше. Сол бар білгені сол. Болды, соны айналып айта береді, болды. Басқа ешқандай ана миды қосып, логиканы қосып, бір кішкене бүйтіп спорт етуді, бүйтіп кішкене бүйтіп ше, диалогқа түсуді білмейді ғой. Оля, истеричный еркектер ше. Тоба, мен таңғаламын бе. Қандай заманда өмір сүріп жатырық? Еркектер ренжиді ше. Сендер еркекті сыйлауды қойдыңдар, бір бәле, қалай сыйлайсың? Қалай сыйлайсың, адам сияқты бар ғой, даже сөйлесе алмайды ғой. Помните, мен эфирларда айтып жүргем сендерге. Жалпы әңгімеге, диалогқа, егер сенің күйеуің, немесе жігітің конкретный диалогқа келіп сөйлесе алмаса, әңгімеден қашса, значит, он безответственный. Ол сенің қарым-қатынасыңа жауапсыз қарайды. Сен айтып отырсың да, давай поговорим. Біз мына ақшаны жинап жатырық. Жаз бойы жинадық. Былтыр жаз жинадық, биыл жинадық. Енді жасаймыз деген ремонтты жасайық та, неге біз ол ақшаны сенің ініңнің тойына беруіміз керек деген кезде. Қош қатын! Сөйлеме! Деп шығады. Қош кейін сөйлесеміз дейді да. Қош демен, сонымен жаңағы інісінің тойының уақытысы келеді да, сонымен енді амал жоқ, ана ақшаны бересің. Он вопрос не решил. Он вообще вопрос не решил. Әңгімеден қашып. Айтсай, өзіңнің айтсай, мені осындай болып жатыр. Мынандай жоқ айтпайды. Қош қатын! Дейді. Блядь, сөйлесе алмайды ғой даже ше. Ужас. Тикток жүр өткенде. Господи, какой позорный. Битет. Астында комментарийді оқысаң, айбай. Короче, битет. Әйелімен шешесі ұрсып жатыр. Там шешесі келеді, жігітке айтады. Сен ана әйеліңе айт, тілін тартып сөйлесін. Анау мынау дейді да, сөйтсе әйел шығады да. Сен давай айтсай мамаңа. Почему она лезет в наши отношения деп айтады да. Сөйтсе, ана далбойып еркектің, пустоголовый далбойып еркектің бар миының жеткені, шешесі мен әйелін суық кладовкаға қамап қояды. Бар бүкіл жаңағыда ойбай, еркек деген пірім, еркек деген бір заты жоғары, ол парасатты, ол ақылды, ол ойшыл, ол сөз табар, ол мудрый деген еркектің бар тапқан, бүкіл тапқан шешімі, шешесі мен әйелін суық кладовкаға алып қамап қояды. Ну не долбоёб ли? Сөйтеді комментарийда астында. Молодец, нағыз еркек деген осындай болады дейді. Я такая, блядь. И типа сценарий бойынша, жаңағы суық кладовкада бір-бірімен жаурап, шешесі мен әйелі табысады екен. Сөйтіп анаған жалынып шығады екен. Енді жақсы түсініп, бәрін бүкіл қателігін түсініп, пожалуйста, бізді шыға, сонда у меня слов нет. Они, понимаешь, вот это вот. Логика. Сонда еркек. Ана сөйлеспейді даже. Сөйлеспейді, вопросты шешпейді ол. Он просто затолкал их в холодную комнату. Я не знаю. Сонда еркектер сол дұрыс деп ойлаймын. Бізде и так еркектер үйде скандал болып, әйелі мен шешесі қырылып жатса, далаға қарай қашады бәрі. Том и Джерри бәрі ше, ана жерде қашып сразу ше. Ана қатындар өздерінің вопростарын өздері шешіп жатсын. Нет, дорогой. Ол қатындардың вопросы емес. Ты ответственный за жену, ты ответственный за родителей. Соответственно, ортадағы конфликті сен шешу керексің. Неғып онда еркек болып үшін шалбар киіп? Не далаға қашады, немесе итеріп жаңағыдай кладовкаға тығып қоя ма? А может, жена кормит. А может, шешесінің тізесі ауыратын шығар, белі ауыратын шығар. Сонда бүкіл шешімі
жаңа суық бөлме, үйден қуып жібермедің ба? Суық бөлме емес, үйден қуып жібермейсің ба? Қарай. Сөйтіп отыр өзің омалып, не тамақ істей алмайсың, не кіріңді жуа алмайсың, не үйіңді қарай алмайсың, не бала қарай алмайсың. Сол комментарийдің астында бәрі еркекті қолпаштап жатыр ғой, вот это ақылды деп. Көздеріңді ашыңдар. Это полный идиотизм. Это убегание от проблемы. Дана, көрген, ақылды шешім қабылдағыш еркек ондай әрекет жасамайды. Көрген жасыңдар, бәріміз тиктокта бір лента көреміз ғой. Я знаю, тиктокта бәріміздің лентамыз бірдей. Мы все одинаково видим. Сіздің ойыңызша қалай болу керек сонда? Айтам қазір, Олжан. Менің ойымда ол вопросты еркек шешу керек. Ол әйелін тыңдай алу керек және анасын тыңдай алу керек. Екі ортада екеуінің кикіжіңі, ол үйдің тірлігі анау-мынау емес. Скорее всего, мамасына внимание жетпейді. Ол кез келген үлкен адамға внимание жетпейді. Кез келген үлкен адамға внимание жетпейді. Ол шешелеріңе болсын, әкелеріңе болсын. Бізде алатта шешелеріне, қартайған шешелеріне, енді мына бала шағадан құтылдым ба деген шешелеріне мойнына бар. Бүкіл уылған, шуылған, жылауық, шықақ балаларын іліп қояды. Енді әже деген осы ғой, енді апа деген осы. Ол демалмай ма? Ол ұйықтамай ма? Ол итак үлкен кісілердің түнде ұйқысы бұзылған. Еще сенің шықақ балаларыңа қарау керек па? Понимаешь? Ол апаларда да, ол мамаларда да тоже, у них тоже, олар да басқа өмірді көрмеген да, но іште недовольство бар да, олар да балаға қарайды, әйтеуір құрсын, өзімнің бала шағам, өзімнің ұрпағым ғой, қалай мен шаршадым деп айтам. Ол да шаршадым деп айта алмайды ол. Сүйретіліп, сол балаларға қарайды, бірақ іште недовольствосы бар, не үшін екенін түсінбейді, ол адам демалмай ма? Оған бір уақыт керек, бір анам деп уақыт бөліп, онымен бірге, мамасымен бірге қыдырып, мамасына качественно уақыт бөлу керек қой. И әйелге тоже самый. Нахрена сен еркек болып жүрсің? Қалай сен өзімді еркекпін деп айтасың? Сен егер шешеңе уақыт бөлмесең, шешеңмен отырып шай ішпесең, шешесімен отырып шай ішкен кезде қасында мамасы отырады, әйелі отырады, бала шағасы, отыр, мамаңмен сөйлес. Мама, жағдайыңыз қалай? Ішіңіз ауырып жүрген жоқ па? Апар, медиктерге алып бар, қарат. Көңілін сұра, көзіне қарап әңгіме айт. Үлкен кісілерге осындай внимание жетпейді. То же самое әйелге де жетпейді. Если бы әйел өзінің бір қызығушылығымен, бір жұмысқа барып, бір ақша тауып, бір ортасы болса, ол үйтіп, бар ғой, үйтіп омалып, үйде еркектің миын жемейтін еді. Нет, мужик же хочет, чтобы она дома сидела. Ну, она будет сидеть дома, но мозги тебе хавать будет. Сол үшін сиди, кешке қарай, бізде әйелдер мындай сұрақ қояды, күйеуіме қалай қызықты болсам болады? Нет, қыздар, сендер итак қызықтысыңдар, күнде неше түрлі кино. Енді еркек саған қызықты болу керек. Ол жұмыстан кеткен кезде ол ойланып кетуі, так, әйеліме қалай қызықты болсам болады? Қандай әңгіме айтсам болады әйеліме, чтобы было ей интересно, чтобы она не заскучала. Өстіп келу керек еркек жұмыстан. Қалай әйеліме қызық болсам болады? Әйеліме қандай қызық әңгіме айтып берсем болады? Қалай әйеліммен күшті уақыт өткізсем болады деген вопросты еркек мойнына алу керек. Неге? Потому что жена же дома сидит. Қызықтың бәрін көшеден көріп келе жатқан ол ғой. Пусть парится над этим вопросом. Міне вопрос Ұлжан өстіп шешіледі. Ол екеуін барып мұздай бөлмеге тықпайсың. Сен ол жерде шешеңе де, әйеліңе де качественно уақыт бөлесің. Диванда отырып тикток шықмай. Енді Мадина, қайдам дейсің да, требуй. Екі аяғын бір етікке тық. Требуй дейтіндер бәрібір еркектің баратын жері жоқ. Некуда им, кімге керек қазір еркек? Никому не нужен. Бәрін қорқасыңдар, ажырасқан әйелдер сенің байыңды тартып үйіне кіргізіп алады деп та. Ол ажырасқан әйел сол еркектен зайбалы шыққаннан кейін ажырасып кеткен жоқ па? Не қылады сенің байыңды? Не қылады сенің байыңды? Сендер қоғамда ең қатты қорқатын әйелдер ажырасқан әйелдер. Ажырасқан әйелге вообще оның уақыты жоқ. Сенің байың не қылады? Өзі әзір құтылды өзінің кеңкелесінен. Өзінің далбайынан зорға құтылған кезде сенің байың не қылайын деп еді ол?
бір жерімізге сүртпейміз де, міне Нұрайна айтып отыр. Білемін ғой мен. Сендер ең қатты қорқатындар ажырасқан үй. Сендер ажырасқан әйелден қорықпаңдар, сендер сол өздерінің байларынан қорқыңдар. Жырбаң кетіп ше. Томи Жери бар ғой. Ана бір әйелдің ажырасқанын естісе, сразу ойы бұзылып, соның соңынан түсіп сөйтіп шығады. Сөйтеді ғой. Сендер әйелден қорқпа, сен байыңнан қорқ. Екі аяғын бір етіп кеттік, вообще қолы бос болмасын. Айттым ғой сендерге алдында. Суббота воскресенье демалыс емес, воскресеньенің жартысы ғана демалыс. Болды. Суббота демалмайды ол. И воскресенье күнінде демалмайды. Үйдің жұмысына, басқа жұмысқа, бала қарауға жегіп қойыңдар. Кешке қарай да тиктокта отырмайды, жұмыс істесін. Кешке қарай тоже бір үйдің жұмысына бірнәрсеге жегіп қойыңдар. Қолдарынан келеді, жаймен, надо будет мужика припахать. Сделайте это, сделайте. Надо припахать мужиков, прямо үйге келді ма, тамағын ішіп алды ма, шайын ішіп алды ма, қолына бірдеңе беріп қойып, бірдеңе істеп отырсын, білмеймін. Ертеңге жаңағы пельмен түйсін. Қамыр жай фарш істеп қой, отырғызып қой, телевизордың алдында отыратын болса, қолына жаңағы қамырмен фарш беріп қой, пельмен түйіп отырсын ертеңгі күнге. Өзін жейтін тамағы ғой ертең. Ертең келесің осыны азанда жұмысқа пісіріп бер жерем. Ана коллегалармен бірге жеп аласыңдар. Пельмен түйгіз кешке қарай, манты түйсін, күш тазыласын, бала қарасын, баланың ана массажы, сабағы, бірдеңе соның бәрін істетсін. Немене сен өзің жүгіре бересің? Отырмасын. Еркек ерксе қуып кетеді. Демалыс жоқ. Воскресенье күні жарты күн ғана демалады. Суббота, воскресенье күйеуім демалатын ет, 5 күн жұмыстан шаршайды деген нет. Осы сен өлмей ақ жүрсің ғой, 24 сағат жұмыс істейсің, ұйықтамайсың да. Он хотя бы спит ночью, ты же ночью не спишь, сен бала емізесің ғой. Олай отырса, отырғызасың. Жаймен қыздар әсте. Байқамай қалады қалай не істеп жатқан ше. Сәл андай не қыласыңдар ғой, ана кішкентай балаға кәмпит берген сияқты алдап жібересіңдер ғой жаңағыдай ше. Істей тұршы, қарай тұршы, кішкене ғана кәс келем деп ше сөйтіп. Баланы беріп қой қолына. Істет. Пол жусын, пылесос тазаласын, қарап отырмасын. Сіздің күйеуіңіз пельмен түйіп отыр ма қазір? Мен күйеуім үйде жоқ қазір. Балалардың тренировкасымен ау-мау жоқ олар. У меня муж дома не... кстати, у меня муж, он готовит тоже. Мы вместе готовим. Аптаның 5 күнінде бізде үйде тамақ істейтін адам бар. Тамақ істейтін адамның ақшасын, естественно, бірге төлейміз. Кім төлемейді, сол тамақ істейді деген әңгіме ғой. Біз тамақ істейміз выходнойда. Өз 5 күн келеді көмекшіміз. 2 күнде, бір күнде ресторанға барамыз, бір күнде екеуміз тамақ істейміз. Вот так вот. Вот, молодец. Мына жерде жазып жатыр міне. Мөлдір жазады, мен көмектеседі дейді. Намысын көтіне тығып қойсын, намысты көтіне тығып қойсын. Сөйтіп айтыңдар. Кухняда отыратын едіңіз ғой. Мне здесь тихо, мне здесь нравится. Кухняда ау-мау шум. Көмекшіңізге қанша төлейсіз? Қарай. Зачем такие вопросы? Какая разница қанша төлеймін? Вот не әдет осы қыздар. Біреудің қалтасына кіріп, біреудің ақшасын санап. Зачем вам это? Ау-мау деген әңгіме ғой, иә. Қайнатам күйеуіме істеткізбейді. Сен қайнатаңды да жұмсап қойсаң, сол кезде екеуі де істейді. Әрең кірдің ба эфирге? Неге кірмей атма не Ділназ? Спасибо. Мен күйеуім бала қарағанға күшті көмектеседі дейді. Памперс ауыстырып үйреттім. Міне! Жаймен ғой қыздар, сен бірден оны жұмысқа жеге алмайсың. Жайлап. Ана ауыстыра салшы памперсін. Ана пылесостың іші толып кетті, соны тазалай салшы дейсің. Ішін тазалап бере салшы. Мен сәл тырнағым, ашылмай кетті, тырнағым ауырып кетеді, соны тазалап бере салшы дейсің. Сосын тазалайды ғой. Сосын 1-2 күннен кейін. Өткенде соны тазалап беріп едім ғой. Күшті болып қапты. Күшті пылесостайтын болып қалды. Көрші өзің, кеш мен саған көрсетейін. Мына жерде көрсетсем, мына жерде мына кухнядағы мына паластың пылесостасаң бар ғой, мына көресің сразу разница. Мә күшті істейсің деп. Жұмысқа жегіп қойыңдар қыздар, жегіп қой жұмысқа.
Сендер хитрая, мудрая дегенді дұрыс жерде қоссаңдаршы, қыздар. Бізде бітет ана қыздарға ана күйеу измена жасайды ғой. Сосын қыздар күйеу измена жасаған кезде жынданып, осы туған туысқандарына, сука, блядь, маған измена жасады, ажырасам, екі аяғым бір етіп кетті ғам деген кезде бәрі. Қой, ардақ. Сен мудрая бол. Сен хитрая болсайшы осы жерде. Алдап, сулап, күйеуіңді алып қал дейді да. Нет, қыздар, сендер мудрая, хитраяны ол жерде қоспайсыңдар. Сендер мудрая, хитраяны үйдің тірлігіне жегіп қойған кезде қосасыңдар. Ол кезде айғайлай беріңдер. Екі аяғын бір етіп кетіп қаласыңдар ғой. Измена жасап, жан-жаққа қарайтын болса, ол кезде, пожалуйста, скандальте, сколько влезет. Спокойно. А вот үйдің тірлігіне келген кезде, үйдің тірлігіне жегіп қоятын кезде сол жерде мудрая, хитрая болыңдар ше, андай. Алдап жіберіп, жаңағындай. Кәмпит бергенсіп, ше, сөйтіп. Келші мына жерге. Мынаны ұстай тұршы мына жерін. Мына жерді, аха деп. Мына жерде сен мынаны турай берші, мен мына жерде сөйтіп жіберейін деген сияқты. Сөйтіп алдап жібересіңдер ғой. Сол жерде мудрая болсаңдаршы, хитрая болыңдар. Ей, мудрость пен хитростьті дұрыс жерде қосу керек, қыздар. Неге ардақ дейді? Сенің комментарийін көріп қалдым да қойшты. Болашақта қыздар еректерден сұрайтын шығар, үй шаруасын жасап білесің ба деп. Ойбай, Анар, болашақта емес, қазір сұрайды. Өткенде ана, мен командада қыздардың бәрі өзімнің қыздарым ғой енді. Маған айтады бәрі, менің көтімді аңдайтындар бар ғой. Сендер осы подписчиктердің арасында да менің көтімді аңдайтындар бар ғой. Роза ханым, сізге қыз туып алу керек. 2 жылдан кейін. Қыз деген жақсы ғой. Қыз деген баға ертең. Қыз деген сен жаныңның жапырағы ғой. Қыз туып алу керек деп менің көтімді аңдайтындар, мен жатырымды аңдайтындар бар. Осы жерде де бар ғой негізі. Туған туысқан ештеңе демейді. Мынау осы подписчиктер ғой, қаны ішетін. Сіз екіқабат сияқтысыз, сезіп тұрмын деп жазатындар бар ғой. Бывает же, мен суретке сториске шыға саламын ғой, суретке видеоға түскен кезде мен бүйтіп әдеміреп, бір күшті позаға түспеймін, бүйтіп киімім мыж болып, сәл бүйтіп мынандай сәл кішкене бүйтіп киім көтеріліп қалып түссем, сіз екіқабатсыз сияқты, қыз туып алыңыз деп, мен көтіме кіретін менің жатырымды аңдайтындар бар ғой. Я вам скажу вот что. Менің командамда қыздар жетеді. Солардың бәрі менің қыздарым. Сол қыздарға мен тәрбие берсем, білім берсем, жұмыс берсем, болашаққа есік ашып берсем, жұмыс істеу арқылы жақсы маман қылсам, айлықтарыңды жинап, сорлы қыздар депозитке жинаңдар, отбасы банкқа бірдеңеге жинаңдар, үй алыңдар, байға тимей тұрып үй алыңдар деп, мен ол қыздарға и мотивация берем, и ұрсам. Олар менің қыздарым. Маған зачем қыз туып, когда у меня менің қол астымда қаншама қыздар бар. Олардың тәрбиесімен кім айналысады, мен айналыспағанда. Өзің туып көбейткеннен не пайда? Міне, қол астында қаншама қыз жүр. Соның арасында бір қыз бар менде. Бір жігітпен танысқан ғой, енді әңгімесін айтады. Жігітпен танысқан, сөйтіп сөйлесіп, енді айтып беріп жатырмын ғой, кім қандай жігіт екен, жұмысы бар ма? Иә, жұмысы бар, осындай салада жұмыс істейді. Тұрақты ма жұмысы, қанша болып істеп жатқанына? Айтып жатыр, алдында бір проектті істепті 3 ай, одан кейін тағы да проект алып жатыр екен. Жалпы жұмысы проекттің, бір проекттен бір проектке көшеді екен. Айлығын айтпады ма? Жоқ, айтпады дейді. Кіммен тұрады? Әке-шешесі полный ма? Мен сұрап жатырмын ғой жаңағы қызымнан. Сосын жоқ, папасы жоқ екен, мамасымен тұрады екен дейді. Сосын онда сұра. Ұялмай сұра. Тамақ істей аласың ба? Киіміңді жөндей аласың ба? Үйде жалпы саған өзің үйдегі тірліктеріңді кім істейді деп сұра дедім. Соны барып сұраған ғой. Что ты умеешь готовить? Деп сұраған ғой. Сөйтсе, я не готовлю, мама готовит деп айтып. Сосын мен, до свидания, құрт, көзін құрт ондай албастының. Өз тамағын, өзінің қотырын қасып, нет, до свидания, жоқ, құрт ондайтын. Өз тамағын, істеп жей алмай ма ол еркек? Что ты умеешь готовить деп сұрасам, я не готовлю, мне мама готовит деп айтқан ғой. Жасы 24, где-то вот так. Сен болашақта жігіттерден сөйтіп сұрайтын шығам. Болашақта емес, қазір сұрайсың. Тамақ істей аласың ба? Киіміңді кім дайындайды? Мына үсті-басыңнан аяқ киіміңді сүртіп, неғып аяқ киіміңді сүртіп жүрмейсің? Вообще, түрбасына қарап, қойыңдар сондай сұрақты.
Менің қыздарыма сөйтіп айтам, мендегі жұмыс істейтін қыздардың бәріне, кіммен сөйлесіп жүрсің? Қандай жігіттің? Көрсет маған, суретін көрсет, немен істейді, инстаграмын көрсет, жұмысын көрсет, айлығын көрсет. Бүйтіп сөйлесесің деп мен оқытып отырамын. Мен сол енді командадағы қыздарым менің қыздарым ғой. Сендер қоймайсыңдар, сізге қыз туып алу керек, Роза ханым. Қыз деген ол, қыз деген жақсы ғой ол деп. Кім қарайды ол қызға? Адам болғанша. Так что болашақта сұрамаңдар, қазір сұраңдар, табақ сиясың бе, ей. Қолыңнан не келеді? Список жазып алыңдар. Менің жігітім тамақ та пісіреді, киім де жуады, үйді де ыдысты да жуады дейді. Ей, бота, ей, өлтіріп жіберіпсің бота осы жерде. Молодец, молодец. Нағыз жігітті таңдапсың ғой. Вот тебе повезло, вот нағыз жігітті. Енді көтінен теуіп еще жұмыс істейді, ақша табатын болсын. Ақша тапсын да жаңа бәрін істей алатын болсын. Молодец, бота. Ботаға аплодисменты. Молодец, мені жігітті өстіп таңдау керек. Қазір жігіттер солай сұрайды, маған тамақ істей аласың ба деп сұраған жігіттер болды. До свидания дедім дейді. Өзі істей ала ма, істей алмай ма? Байым кешке жұмыстан кейін енемнің көзінше ыдыс жуады. Әй, өлтіріп жіберіпсің. Байдан ұтылмапсың, Айсұлу. Молодец. Аплодисменты. Дұрыс. Браво! Привет, Медғат. Менің әкемді киім жуады, тамақ істейді, ақша табады, сондай күйеу керек енді. Молодец. Молодец. Менің күйеуім ыдыс жуады, бала қарайды, тамақ істейді, үй жинайды, менің түсімде дейді. Енді соны өңінде жасау керексің ғой. Менің эфирлерім мотивашқа ғой. Күйеуіміздің жұмыстан келгенде бағады дейді, суға түсіреді. Міне жақсы күйлерің бар екен ғой, ондайды мақтап отырыңдар, қыздар. Мы, конечно, говорим, біз бұл жерде жиналып, осы жерде отырған қауым, 2300 адам отырып, еркектердің надандығын, еркектердің әділетсіздігін, олардың жаңағыдай жалқаулығын айтамыз да, бірақ ботаның жігіті, Айсұлудың күйеуі сияқты жақсы жігіттер бар. Жақсысын айту, жақсылығын айту керек. Оны нұры тасып, кішкене мотивация болу керек. Айту керек қой ондай нәрсені. Тағы киноға түсесіз ба дейді. Ойбай, звондаватыр, кастинг директорлар, анау мынау эпизодтық рөлдарға шақырватыр. Пока уақыт жоқ. Мына жердегілердің бәрі бай, пысық қой дейді. Менің ғана байым бытовой инвалид ба? Бытовой инвалидтен шығаруға болады. Кішкене көтеннен тебіңдер. Қандай кітап оқуға кеңес бересіз? Анелька, сен үшін! Поехали! Бағана сториста көрсеткем. Вообще, это мировые авторы. Әлемде әйгілі кітаптар мынау. Коби Ямада деген япондық. Осының оригиналдан, получается, қазақшаға аударуының құқығын Степен Уолт баспасы алған. Яғни бұл кітаптар орыс тілінде болмауы мүмкін, бірақ бұл кітап оригиналдан қазақ тіліне аударылған. Бұл негізі біздің үлкен ел, мемлекет ретінде үлкен жетістігіміз. Мысалы үшін, Харри Поттердің прямой правасын, аудару құқығын Қазақстанға берген. Представь, қазақтың қаршадай ғана қызы, Райса Кадер, осы Степен Уолт баспасының басшысы, әлемге әйгілі бестселлерді қазақ тіліне аудару құқығын алған. Қазір бұндай құқықты басқа орталық Азиядағы мемлекеттер аламай отыр. Бәрі Райсан атына жүгіріп жүріп бізге айтшы бізде Өзбекстан, бізде өзбекшеге аударғымыз келіп жатыр, Қырғызстан біз аударғымыз келіп жатыр. Айтшы қалай дейді да.
Понимаешь? Вот Қазақстан, вот Қаршадай қазақтың қызы сондай әлемдік бестселлерді қазақшаға аудармасына құқығын, заңды түрде құқығын алған. Біз ағылшын тілінде шықты ма, сразу қазақша, қазақ тілінде аударып, біз сразу әлеммен бірдей деңгейде біз ала аламыз. Осындай мүмкіндік үшін Steppenwolf баспасына үлкен рахмет. Ол кісілер Steppenwolf баспасы осындай әлемге әйгілі мықты кітаптарды оригиналдан аударып, біз әлемдік деңгейде, мысалы Англияда бір супер, немесе Японияда бір күшті бір бестселлер кітап шықса, сразу уже Қазақстанда шығады. Неге? Өйткені Steppenwolf оригиналдан аударып шығады. Біз енді бұрынғыдай Ресейге тәуелді емеспіз. Сондықтан да рекомендацион осы баспаның парақшасына жазылып жаңалықтарын көріп алыңыздар. Ертең суббота и воскресенье күні Steppenwolfтың бүкіл кітаптарына скидка болады, 25% алып алыңдар. Мынау кітаптар маған қатты ұнады, оқуға, как раз кітап оқымайтын жалқаулар, сендерге рақат. Мынандай кішкентай ғана тексттер. Текстов мало. 6 жастан асқан балаңмен бірге оқып, өзің де білім аласың. Қараш. Тут очень классная иллюстрация. Міне, 2-3 ақ. Бірақ қысқа сөздермен өте маңызды ойлар берілген. Яғни әр адамның басына келетін проблема, мысалы, мүмкіндік туған кезде не істеу керек? Бір мүмкіндік көріп қаласың ғой, мысалы үшін сен ше, қорқасың, уайымдайсың, сол кезде не істеу керек? Міне кітап. Оны балаға да оқып бересің, өзіңе де пайдалы. Қиындық шыққан кезде қайтемін. Просто. Вот. И третье. Идея келген кезде не істеймін? Бұл әлемдік бестселлер бұл кітаптар. И қазақ тілінде бар. Өте мықты иллюстрация. Поэтому рекомендацион, қандай кітап рекомендовать етесіз дегендер, Steppenwolf баспасының кез келген кітабын алсаңыздар болады. Прекрасный перевод, прекрасная иллюстрация, прекрасное качество. Лучшее, что я видела на рынке издательств. Жалпы біздің қазақ тілді кітаптарының ішіндегі ең күшті көргенім осы. Сосын, если вы хотите про любовь читать, мынау ғой, Гарри Поттер сиқырнама. Блин, мынау кітап, мысалы, соғыстан кейін, Украина мен Ресейдің соғысынан кейін шықты да, соответственно, орыс тіліне аударылған жоқ. Өйткені Англия айтты, пошли вы нахрен, вы өздерінің ағайындарыңа соғыс ашқан ресейліктер, пошли вы нахрен деді да, бұларға ол праваны берген жоқ. Зато Қазақстанда бар Гарри Поттер сиқырнама, яғни Гарри Поттердің әлемі туралы бүкіл ақпарат. Прекрасная иллюстрация, красивая картинка. Мынау енді Гарри Поттер жақсы көретін жер күшті сыйлық. Махаббат туралы. Махаббат. Айтпақшы, ағылшын тілі. Кім осы жерде? Ағылшын тілі мұғалім бар осы жерде. Ағылшын тілін үйрететін мұғалімдер, репетиторлар, ағылшын тілін үйрететін осы жерде мастер-класс жүргізетіндер кім бар осы жерде? Әудеп кетіндерші. Марвинде бар, Каспи магазинде бар. Қай жерден алыңыз? Каспиден алдым. Мынаны баспаның өзінен алдым. Каспиден қарасаңдар болады. Harry Potter. Негізі дұрыс қазақша. Біз орыс тілден аударатын едік қой. Біз Гарри Поттер дейміз, кинода барлық жерде. Ол орыс тілді перевод, негізі қазақ тілді переводта. Harry Potter. Әудедіңдер ма? Ағылшын тілінен сабақ беретіндер, репетиторлар, мастер-класс жүргізетіндер. Сендерге вот это лучшая книга. Ағылшын тілінен, бізге жалпы ағылшын тілін үйрететін методичкалардың бәрі бірінші ағылшын тіліне, орыс тіліне аударып, сосын орыс тілінен қазақ тіліне аударылады ғой. Мынау тікелей ағылшын тілінен қазақ тіліне аударылған методичкалар. Егер осындай сабақ берем, ағылшын тілін балаларға үйретем дейтін болсаңдар, осы кітаптарды аласыңдар. Бұл да Steppenwolf баспасының кітаптары. Сейчас покажу. Мә ауыр ше. Баршаға арналған ағылшын тілі. Ағылшын тілі грамматикасы. Суретті толық анықтағыш. Мынаның бәрі очень дотошно жасалынған. Смотрите. Мынандайды қазаққа жаны ашып орыстар істемейді. Өзіміздің қазақтар ғана жасайды. Прекрасная книга. Steppenwolf баспасында ертең осы кітаптарға скидка болады. 25% алып алыңдар міне. Баршаға арналған ағылшын тілі. Жаттығу кітабы, бастауыш деңгей.
Вот. Так что өз бетімен үйренуге арналған толық оқу кітабы. Осыны егер сіздер мұғалім болсаңыздар, ата-аналар балаларыңызға ағылшын тіліне жаңағыдай ертерек баулығыңыз келсе, дұрыс баулығыңыз келсе, осы кітаптарды рекомендацион. Ертең осы кітаптарға 25% скидка болады. Махаббат дастаны, это про них. Мынау енді махаббаттың 40 қағидасы, Элиф Шафақтың қазақшаға аударылғаны, и Норвег орманы. Мынаны оқып бастап жатырмын. Маған негізі бұны айтқан, мен Муракамиді онша оқымаймын енді. Білмеймін, енді оқыған емеспін. Бірақ қазақшасын оқышы күшті дейді. Өйткені мынаның ішінде махаббат туралы андай әңгімелер бар екен ішінде. Сөйтіп айтты. Андай болады ғой, ше көрпенің астына тығылып оқитын әңгімелер ше. Мына осы екі кітапта бар екен. Қыздар, жігіттер, алыңдар. Каспий магазин аласыңдар. Міне парақшасы тұр. Мына жерде айтып жатыр міне. Міне парақшасы деп болды. Перизат Мырзахметтің кітабы Каспийде бар, алсаңыздар болады. Махаббаттың 40 қағидасы. Айттым ғой, кітаптың астында отырып оқына, көрпенің астына тығылып қараңғыда ше, бүйтіп телефон жарығымен көретін кітап қой. Мына екеуі. Тығылып оқитын ше. Ана оқып жатқан кезде терлеп кетесің ше, ана біреу көріп қалмасын ше. Деп сөйтіп сондай кітаптар. Алыңдар. Ертең басталады продажа. Скидочный день. Ай, осы сенің байың бар ма дейді? Бар. Тина Канделаки туралы ойыңыз. Ол Тина апам қуды. Каспийдан көрсеңдерші бәрін. Жақсы жігіт топ 5 белгісі. Алматылықтар, ертең воскресенье күні сағат 12-де Алмаюға келіңдер. Естіңдер ғой, да? Естіңдер ғой. Алмаюға келіңдер сағат 12-де воскресенье күні қарым-қатынастағы Red Flags, қызыл жалаушалар. Жігітпен танысқанда, жігітпен жүргенде, оның қандай әрекеттерінен оның абьюзер, тиран екенін білуге болады. Сол туралы Алмаюда әңгіме айтам. Келіңдер 12-де. Будет интересно. Жду вас. Түнгі шайды қашанға дейін жүргізесіз? Түнгі шайды мені 1,5 жыл болып қалды. Бұйырса осы жылы августте түнгі шайды жүргізіп жүргеніме 2 жыл болады. Я сама от себя в шоке, как эта рубрика стала просто 1,5 жыл деген ол целый рубриканы жүргізу, үзбей жүргізу, ол үлкен еңбек деп ойлаймын өзім. Маған мысалы үшін біреу сөйтіп айтса, ема базар жоқ деп айтатын едім. Негізі американдықтар айтады, сен егер бір істе мықты маман болғың келсе, сол істі сен жоқ дегенде 3 жыл жасау керексің дейді. Американдықтар айтады да. Яғни мен тікелей эфир жүргізіп, осы түнгі шай рубрикасын 3 жыл жүргізсем, мен кішкене болсын өзіме молодец деп айта аламын. Пока что я думаю, что, конечно, аудиториям үлкен, шүкір, осындай үлкен қауым болып отырғандарыңызға үлкен рахмет. Люблю, уважаю, но я буду дальше работать для вас, ради вас, для себя тоже. Өйткені сіздермен осылай эфирда отыру арқылы менің де ойлау жүйем, логикам, бір сөзді жеткізуім, ойды жеткізуім шыңдалады. Так что я помогаю вам, вы помогаете мне. Давайте қазір уже комментарий өшет, оған дейін жаңағы тілді қыштатын, нервті қоздыратын, адамды жындандыратын сұрақтарыңды қойып алыңдар. Министр болыңызшы дейді, мен оған біліктілігім жетпейді.
Роза ханым, лудаман жігітке отношение керек пе? Ойыннан құтылуға әсер етеді ме? Қателік түсініп ойынды қоюға ниет еттім дейді. Игромандар туралы әңгіме кеттік. Сұрағаның дұрыс болды. Бүгінгі темада игромания, лудомания туралы менде контент бар еді. Бүгінгі тақырыптарымның ішінде. Поехали. Кто встречался в жизни с лудоманией? Кім лудоманиямен бетпе-бет келді? Таныстарың, туыстарың, өзің лудомансың. Жазып кетіңдер, ұялмаңдар. Так, техгелді айттым. Мына 3 тақырыпты айтуым керек. Мына бір теманы мен айтпадым мен, бұған уақыт жетпейді қазір. Дебат ойнағансыз ба? Ой, дебатты деген. Күнде Facebook пен Instagram'да ойнап жатыр қой. Лудоманиямен кескендер. Я вам рекомендую. Мой рекомендацион. YouTube'да 2 видеоны қараңыздар. Дөпсөз Евгений Ян. Орыс тілінде. Во-первых, это не чай. Дөпсөз. Сейчас покажу. Осы видео. Во-первых, это не чай. Он ерба маты, это называется трава маты. Короче, ерба это, как переводится, маты 2/3. Абстиненция есть или нет? Вот. То есть кофеин входит в список тех веществ, от которых может возникать зависимость. Евгений Ян. Зависимость от наркотиков и ставок. Как выбрать психолога? Дөпсөз. 61 выпуск. Осы видеоны рекомендую. Осы жерде айтады. Әртүрлі зависимость несімен айырмашылығы бар ма деген. Бізде Қазақстанда алкоголический зависимость пен игромания зависимость екеуін бір топта, мысалда, сен наркологический центрге апарасың алқашыңды. И наркологический центрге басқа біреу өзінің игроманын алып келеді. Олардың барлығын бір топта емдейді екен. Негізі ол дұрыс емес екен. Өйткені әр зависимый адамның өзінің ішкі мотивациясы болады да. Яғни алғаштың ішу себебі бөлек, игроманның ойнау себебі бөлек. Осы туралы өте жақсы интервью көріңіздер. Жалпы, егер қысқаша айтатын болсақ, краткий такая мысль өте маңызды, сол наркологиялық орталықты таңдау. Сосын Евгений өзінің осындай центрі бар, емдейтін. И сол айтады, мен шетелде өте көп басқа да осындай зависимосттарды емдейтін орталықтарға барып практика өтеміз. Біз бір-бірімізбен опыт алмасамыз дейді, тәжірибе алмасамыз дейді. И менде шетелдіктер де келіп емделеді дейді. Сонда Евгенийдің айтатыны, біздің қазақстандық игромандар басқа әлемдегі игромандардан өте қатты ерекшеленеді дейді. Неге? Өйткені бізде қазақстандық игромандар өздерінің қате тірлік істеп жатқанын білмейді. Почему? Потому что игромандарды біздің қазақтар шешесі, әпкесі, үлкен әпкесі, әйелі вечно спасают, оның қарыздарын жауап береді. Негізі игроман болса, сондай туысқандарың игроман болса, оның қарызын жауап беруге болмайды. Ұят, мау емес. Ол өзінің дұрыс емес нәрсе істеп жатқанымен бетпе-бет келу керек. Пока ауру адам, это зависимость, ол ауру адам, пока ауру адам өзінің ауру екенін білмесе, өзінің ауру екенінің жаңағы последствиясын көрмегенше, ол емделуге ұмтылмайды. Бізде игромандар ойнайды ғой, жаңағыда қарызға кіріп кеткен кезде не істейді? Әке-шешесі, әйелі, әпкесі барып қарызын жауап береді да. Ол енді жаман тірлік жасады ғой, білмеймін, машинасын сатып ойнатып қойды, үйді сатып жіберді деген сияқты. Сондай нәрсе жасайды ғой. Соны жасағаннан кейін оны сондай тірлік, игроман сондай тірлік жасаған кезде оны отбасыдан шеттету керек.
отбасыды шеттету керек, оны үйге кіргізбеу керек, ол бомжевать ету керек, оны кредиторлар жеу керек, оны жаңағыдай реально оны шеттетіп, ол өзінің істеп жатқан тірлігінің дұрыс емес екенін түсіну керек. Проблема в чем? Бұл жерде игроманияның бірнеше, игроманияға қатты кірудің бірнеше этаптары бар екен да. И соның бір этапында игроман егер жаңағыдай мен дұрыс емес нәрсе істеп жатырмын, менің тірлігім дұрыс емес деген нәрсені түсіну үшін ол сол жасаған ісінің қателіктің таяғын жеу керек. А бізде жегізбейді ғой. Сразу вот он қателік жасады, сразу үсті басын қағып, қайтадан әдемілеп киіндіріп, все, ничего не, болды, енді бұдан бастап ойнамайды, болды, енді қойды біздің бала, болды, ештеңесі жоқ, қойды, ойбай, осыған қатын әперек, қатын әперсек қояды дейді ғой еще. Ана ненормальный псих жынды балаларына еще бір қыздың өмірін бұзып, соны үйлендіреді еще. Бір қыздың өмірін құртады. Түрбасын жөндеп, бет аузын реттеп, сөйтеді да, ай, бұған қатын әперейік. Қатын әперсе қойып кетеді өзі. Иә деп ше. Ана есерсоқ ненормальный балаларын қатынмен демейді бұлар ше. Адамдар қуат бар ғой ше. Вместо этого они должны своего сына долбоеба лечить, везите в лечебницу. Он қарызын жаппау керексіңдер. Ол қоғамда осындай дұрыс емес тірлігінің артында осындай қасірет бар екенін ол көру керек. Ол сонымен бетпе-бет келу керек. Нет, блядь, біздікілерді үйлендіреді он. Еще қарыздан той жасайды еще оған. Вот это абсурд, полнейший абсурд. Қыздың өмірін құртады. Игроман балаларына, ауру балаларына нап-нормальный бір қызды алып беріп, соның өмірін құртады. Мы много видим такого. Поэтому сол Евгений айтады да, жалпы біздегі сол проблема, ол жаңағы игромандарды бізде отбасысы қолпаштайды, қорғап қолпаштайды. Сондықтан да олар емделмейді. Қарызға кіре береді. Сосын игромандардың 15% өзіне қол салады екен. Они заканчивают жизнь самоубийством. Жалпы игроманияның 3 жолы бар. Ол больница, ол өлім, ол немесе наркология деді ма. Сондықтан да игроман жөнделіп кетеді, өзі қойып кетеді деген нәрсе жоқ. Ол кәдімгі ауру, ол емделу керек. Осындай арнайы жаңағыдай рехабтарда, осындай наркологиялық орталықтарда емделу керек. Емделмей ол өзінен өзі жазылып кетпейді. Ол өтіп кететін ауру емес. Это психологическое заболевание. Сондықтан да ол мені жақсы көргеннен қойып кетеді. Тағы бала туып берсем, ол ойланып, есін жияды. Нет, у него постоянно будет триггер. Ол сәті келсе ол ойнағысы келіп тұрады және ойнайды. Яғни бала туып, қатын әперіп, игроманды емдей алмайсыңдар. Надо возить к хорошим специалистам. Хороший вопрос. Осы уақытқа дейін менде бұл вопросты енді былай әртүрлі специалистердің, мамандардың мнениясын біліп, менің естігенім, білгенім осы уақытқа дейін игромания не лечится дегенді мен естіп келдім. Қоймайды олар деп ше. Вы знаете, если адам бір рет ойнаса, оны әртүрлі триггерлар, мысалы, қойды ғой, ойнап жүрді, сосын қойды ғой, емделді, қойды. Бірақ өмірінде әртүрлі триггерлар оның аяғынан шалуы мүмкін. Триггерлар оянып кетуі мүмкін. Мысалы үшін, ол 3 жыл бұрын ойнады дейік, қойды, қазір қойып жүр, ремиссия кезінде жүрді. Бірақ сол 3 жылдан кейін білмеймін, сол кезінде казинода бір жерде ойнаған досын көріп қалады. 3 жыл көрген жоқта соны көріп қалады. Болды, оның миы автоматически есіне түсіреді. Мысалы, ол да мындай әдетті. Мысалы, сен ауылға барған кезде, ауылда бүйтіп, ауылға, мысалы, балалық кезіңді ауылда өткіздің, ауылда әжең жаңағыдай нан жабатын еді, таба нан жабатын еді, тезекке көміп. Сен 20 жылдан кейін ауылға барған кезде, сондай нанның есі есіңе келген кезде, балалық шағың есіңе түседі ғой. Тура сол сияқты игроман даже қойып жүргеннің өзінде, сол ортасында бір танысын көріп қалса, бұрын ойнаған, ставка ойнаған сондай бір сайттардың рекламасын көріп қалса, оның триггері оянып тұрады. То есть это постоянная борьба. Ол бетті да бір ем алды да деп бүйтіп дәрі ішті да сосын қойып кетті деген нәрсе жоқ.
его будет преследовать реклама, он будет сталкиваться с людьми, с которыми он играл. Ол жерде адам өзінің мінезін қатты шыңдау керек. Ол өзін сол қайтадан дұрыс жолға салу үшін адам өз-өзімен еңбек ету керек. Ол жерде әйелі де, шешесі де, әпкесі де, баласы да көмектеспейді. Это чисто ответственность самого человека. Поэтому рекомендацион, мына дөп сөздің осы интервьюді көріңдер, көп нәрсе түсінесіңдер, и жалпы перестаньте спасать своих игроманов, отправляйте их на лечение. Так вот, Евгений говорит, вообще ол айтты, емделмейді, совсем емделмейді деп айта алмаймын, бірақ жаңа методикалар білем, сол жаңа методикалардың арқасында емдеуге болады деп айтты. Я этому психотерапевту верю. Так что көріңдер, астында, если білмеймін, рекламасында бар ма екен, бұның центрі қай жерде, қазір көре салайыншы сразу. Наркозависимость, лудомания. У него есть, оказывается, Instagram, Ян CBT деген қазір ашайық. Мен планшетке Instagram жаздым ғой, не білесіңдер сендер? Қазір көрейік, если у него реклама его центра. Если бар болса, сразу сендерге тауып беріп айтайын. Евгений Ян, доказательная научная психотерапия, президент Казахстанской ассоциации КПТ. Игромания, лечение игромании деген парақшасы бар екен. Көрсетем қазір, кеттік. Иманын күшейтіп Құран оқыту керек деген дұрыс емес. Бұл жерде дін көмектеспейді деген мәселе емес, бірақ дін психологиялық ауруларды емдемейді. Вот сол психотерапевт Ян CBT, можете сделать скриншот. На жерде мына парақшасы тұр, лечение игромании. Вот у него есть центр свой. Первый научно-обосновательный метод лечения патологического гэмблинга, полная конфиденциальность. Вот. Астанада екен, Бараева 2/2. Вот он здесь много чего рассказывает. Я ему верю, я вижу, что это прям специалист. Мой рекомендацион. Подпишитесь на него, узнавайте. Вот такой вот. Яғни игромандарыңды қарызын төлеп спасать ете бермей, осындай лучше ақша шығарып, сонша қарыз төлеуге шығарған ақшаларыңды лучше еміне жұмсау керек. Ол да Евгений да айтты, біздегі проблема көбісі ата-анасы балаларын баратта жын шығарады, жаңағыдай. Бір жерге апарып, ауылға бір жерге апарып, бір киіз үйде ұстап, детокс жасап, жын шығарады, тағы бірдеңе, әйтеуір адыраспандайды, ау-мау, короче, это не помогает, потому что это психологическое заболевание. Түсіну керек, игромания – это заболевание. Оно должно лечиться нормально у психотерапевтов. Хорошо? Вот. Игромания мәселесінде осы сендерге айтқым келгені. Еще тағы не көрдім. Блин, шаршап отырмын уже. Я уже устала, 1,5 сағат болды ойым. Біраз тақырып қалды айтылмаған. Так, дөп сөзді айттым. Мына статистиканы. Ипотека жайлы статистика бар, мықты тоже скинули. Следующий эфирді айтам. Не үшін әйел ақша таппайтыны тапқысы келмейді, сол туралы себеп тоже следующий эфирді айтамын. Жаңағы жалпы гендерлік теңдік, әке болу деген сияқты тақырыптарда жақсы ойлар жазып қойған екенмін. Уже 1,5 сағат болды, я немножко устала. Вот, давайте пока посмотрим ваши ответы, потом уже шамалдан кейін, 2-3 минуттан кейін уже комментарий өшет, и пойдем отдыхать. Ішетіндер то же самое, бұл жаңағы страницаға барыңдар. Инстадағы дәрігерлерге сені қиып болып кетті, Әйгер Масқарқызы. Әйгер Масқарқызы деген кім? Инстаграмда жақсы мамандарда, жаман мамандарда бар. Адам кішкене жауапкершілікті өзіне алу керек, және өзі тексеру керек, зерттеу керек. Мысалы, Инстаграмда бір маманға алданып қалып, или бір маманға сенің көңілің толмай, бүкіл Инстаграмдағылар дұрыс емес деген бұл қате түсінік. Өте жақсы мамандар,
өздерінің жұмысы туралы әлеуметтік желіде айтады. Оларды таңдау, олармен дұрыс жұмыс істеу, это ваша личная ответственность. Не надо скидывать, типа, бәрін, инстаграмдағы бәрін қуасыңдар деген нәрсе. Нет. Выбирайте правильных. Рахмет. Бәрі намаз оқып кетсе, сіздер ақша таба алмай қаласыздар ғой. Намаз оқитындар менен курс алады, не переживай. Менен намаз оқитындар курс да алады, реклама да алады. Оған дым уайымдама. Бәрі намаз оқып жатқандар. Сен осындай адамдар бар да, бір андай ше бір бәрін біледі, бүкіл адамды таниды. Бүкіл адамның ішіне кіріп шыққан. Өзі супер иманды. Ойбай, иманы деген енді өзін жа пайғамбарға теңейді ғой. Ұялмайсыңдар ма сендер өздерің сөйтіп не қылуға? Ана бәрін білетін адам сияқты. Елдің бәрі намаз оқыса, сендер ақшасыз қаласыңдар. Намаз оқитындардың қаншамасы менен курс алады ғой. Менен реклама алады. Олар не адам емес па? Олардың ақшасы жоқ па? Что за вот это, блядь, осыны жазып отқан еркек қой. Опять еркектердің топастығына таң қалам. Топас бар ғой, надан. Бірандай бір детский, ойлар детский, да. Адам намаз оқыса, ол ешқаққа шықпайды, ол қыдырмайды, ол киноға бармайды, ол көшеде жүрмейді, ол сөйлемейді, ол кекірмейді, ол қақырмайды. Ол адам ғой, ол адам. Ол ақша құртпайды, ол курс алмайды. Алады. Намаз оқитындар, хиджаб киетіндер, это обычные люди. Успокойтесь уже, а? Обычный, ешқандай айырмашылығы жоқ. Менен сенен ешқандай айырмашылығы жоқ. Әркімнің діні ол өзінің жеке басының ісі. Мысалы, сен біреудің түрсүйіне кірмейсің ғой, да? Сен кімнің түрсүйін барып тексересің? Кән түрсүйіңді көрсетші, қандай сенің түрсүйіңді кіріспейсің ғой. Тура сол сияқты әркімнің дінге қатысты ойы, дінге қатысты таңдауы, ол өзінің іш киімі сияқты өзінің жеке өмірі. Көтеріңді қысып жүріңдер біреуге теспей. Тыныш жүріңдер. Отстаньте от людей. Осы адамдар бөлгенді қашан қоясыңдар? Мыналар мынандай. Из-за того, что вы вот так вот делите, хиджабтағы қыздардың бәрі қысымда. Вот қоғам бізде дінге қатысты бөледі. Хиджаб киетін қыздар сол үшін масқара, буллингке ұшырайды қыздар сол үшін. Сен бүйтпеу керексің, сен жүрмеу керексің, сен ауамен демалмау керексің, сен күлмеу керексің, сен билемеу керексің, тағы бірдеңе. Из-за вас это все. Осы әсіре діншілдер өздеріңе сендер өздеріңіз зиян жасап отырсыңдар. Әпәжептер хиджаб киіп, намаз оқуға келіп жатқан жастарды қорқытатын осындай әсіре діншілдер жаңағыдай ше. Үйтуге болмайды саған. Саған бүйтуге болмайды, саған ұрсуға болмайды, саған дауыс көтеруге болмайды, саған демалуға болмайды. Түкіруге болмайды, саған тамақ ішуге болмайды, шайнаңдауға болмайды, саған тағы істеуге болмайды. Бізде адамбыз дейді. Вот. Сосын отырып алып тезеді, жігіттер бір-біріне теспейді. Дінге келген кезде еркектер бір-біріне теспейді. Еркектің әлімжеттігі тек әйелге. Қыз деген орамалмен жүру керек. Біздің аталарымыз, әжелеріміз, біздің Айша анамыз бәрі, бізде дінде, шариғатта бәрі орамал. Өзің түрін жөндеп аш бірінші. Осы неғып осы әсіре діншіл еркектер отырып қалып осы әйелдермен арпалысады. Мен бірде-бір эфир көрмеппін жігіттерге айтқан ше. Сен сақалыңды реттеп жүр, түрбасың жүр, шомыл, үстің тазалығын қара, жұмаға жуынып бар, әтір сеуіп жүр деп ше. Бір еркекке ақыл айтқан көрмеппін. Зато қатындарға пожалуйста. Ой, жағы. Орамалды битіп киесің, етегі ұзын болу керек. Сырғаны көрсетіп тағасын, көрсетпей тағасын. Битіп киесің. Пошли вы нахрен. Әркім өзі біледі не кисе де. Мынандай цвет киюге болмайды, мынандай осыны әйелдер бір-біріне айтпайды. Еркектер әйелдерге айтады ғой. Бар өздерің еркектер өздерін жөндеп алыңдаршы, өтініш сендер деді. Құрып кетіңдерші бар. Осы әйелге протокол жазған қашан қоясыңдар? Вообще еркектер әйелдерге ақыл айтпаңдаршы, өздерін жөндеп алыңдар. Понятно? Өздеріңді жөндеп алыңдар, еркектер.
ұлттық киім деп ше өздері топикпен дейді. Жігіттер ма? Иә, өздері жабыстырып бір киім киіп алады еркектер. Отырады, әйел деген жабысқан киім кимеу керек. Ау. Онда сендер анау сол Саудовский Аравиядағы еркектер киетін сондай көйлек сияқты киіп жүрсеңдер сендер де. Шариғатқа қарсы шыққаның қайшы болды башқа күніне қате жазбаш, пожалуйста. Шариғаттың, исламның андай несін дәрежесін түсірмеңдерші, қате жазып өтініш сендерден. Еркектер өздерің бір әріпті екінші әріпке қосып жазамайсыңдар. Надан, топас, сауатсыз. Бірақ сөйтіп шариғатта хадис деген айтқан кезде қате жазады. Исламды сөйтіп кірлетпей қойыңдаршы, пожалуйста. Махма? Бірінші оқы деген. Бірінші оқы, сауатыңды жөнде. Адам кітап оқыса, білім алса, біліктілігін дамытса, грамотно жазса, пунктуация, орфографиканы білсе, кішкене миында, кішкене сақыр-сұқыр кішкене шариктер болатын болса, кішкене оған дінде бір көркем түрде енеді да. Атақ қате жазады ғой. Бір сөзді бір сөзге қосамайды заты. Шариғатта, хадисте, бірінші грамматикаң жөнде баш, өтініш. Чатто жетіп кеш бар. Адамды қатырады бар ғой ше. Бір өздерін бір сұмдық ақылды санайды бар ғой ше. Ақыл айтқыш. Бірінші адам сауатты болу керек. Грамматически сауатты болу керек. Маған ақыл айтпай қойыңдар, менің өзім ақылым өзіме жетеді. Мен сол үшін ғой аудиториям бар. Өздеріңде шығып, сол 3 подписчиктеріңе ақыл айтсаңдаршы бар. Барындаршы бар. Өздерінің 3 подписчиктеріңе барып ақыл айтыңдар. Қанша штук өз подписчиктерің бар ғой? Өстіп прямой эфирге адам жинаңдар, сөйтіп айтыңдар, ақыл айтыңдар. Келіп алып, не надо вот это вот свои паразитские выходки сюда, знаете, вот жиналған аудиторияны, мысалы, келіп отыр міне. 1700 адам, 2000-нан астам адам отырады эфирларында. Барлығы келіп отыр, маған келіп отыр, саған емес. Менің әңгімеме, менің аудиторияма, аудиториям өздері бір-бірімен бірдеңе алмасып, бір-бірін іздеп келеді менің площадкама. Шаман келе ма, өзің жина осындай аудитория. Сөйтті айтатын ақылыңды. Не надо вот сидя менің аудиторияма келіп алып, знаешь, вот это говорят же жақсы сөз бар ғой осы. В чужой монастырь со своей молитвой не ходит деп. Бар өзің эфир ашты, 3 подписчигіңе эфир жаса. Еңбек ет мен сияқты. 1,5 жыл бойы тоқтамай эфир жаса. Январда біз есептедік, мен 188 эфир жүргізгем ғой. 1,5 жылдың ішінде 188. Скоро 200-ден астам эфир болады. Мен өстіп аудиторияма еңбек етіп жатырмын, еңбегім сіңіріп жатырмын. Аудитория сол үшін жиналып жатыр. Сендер де еңбектенсеңдерші, паразит болмай, біреудің істегеніне келіп, жармасып, ақыл айтып, пошли вы нахрен. Көтендеріңді қысыңдар, пошли нахрен. Эфир басталғалы шықпай қарап отырмыз дейді. Я же сюда себе скачала Инстаграм. Сендердің сообщениелеріңді оқу үшін. Тина Канделаки не айтты. Ой, Самал, ол поезд өтіп кетті уже, все. Как сделать так, чтобы муж любил еще больше? Устраивай ему такие взбучки, знаешь. Здравствуйте, Розахан, у меня такая ситуация. Вас не только девушки смотрят, но и парни. Недавно общался с одной девушкой с универа, но она сейчас в другом городе. Я проявлял знаки внимания и цветы. Сосын дальше. Дальше не айтсай, не ағып сериал құсап. Дақанса жазбайсың. Енді не істеймін, қалай ұйықтаймын, ары қарай не болған. Басқа қалаға кетті, гүл жібердің, сосын дальше, не істедің дальше. Отырайық енді күтіп. Менің бывшийім маған қайтадан сөйлесек дейді. Осы жолы сөйлесетін болсақ, үйленеміз деп отыр. Ол, оказывается, ол тағы басқа қызбен сөйлесіп жүрген екен. Екеуміздің арамыздан біреуін. Айбай! Фу! Сондай. Фу, айна! Блядь. Менің бывшийім маған қайтадан сөйлесек дейді. Осы жолы сөйлесетін болсақ, үйленеміз деп отыр дейді.
Айна, сен есің дұрыс па? Осы уақытқа дейін не айтып жүрмін мен? Сонда ол ана қызбен бір жүреді, мына қызбен бір жүреді, сосын орталарында таңдаймын деймін ба? Пошел ты нахрен! Пошел ты нахрен! Немеге сөйлесесің онымен? Еще соның әңгімесін тыңдап, ол еще условие какое-то ставит, типа, осы жолы екеуміз сөйлессек, мен сені алам, ана қызбен де сөйлестім, таңдап жүрмін негізінде, бірақ білмеймін, қатын қып сені алатын сияқтым, сен удобныясың. Ты лохушка, что ли, Айна? Сонда қайтып айналып келсе қабылдай бересің ба? Құртшы көзін, басқа жігіт жоқ па? Блядь, мирма тимеңдер ше. Роза ханым, сіздің жаңа курсыңыз қашан басталады? Мартта. Жаңағы жігіт не болды сонымен? Гүл не істедin? Сосын дальше. Ту осы. Айған не айтып отырсың? Сіздің мінез қандай болу керек? Жалпы ой өрісі, үйленуге таппай жүрмін, серьезный отношение керек, Роза ханым дейді. Шыңғыс. Сен Шыңғыс бітеді. Чина ғой жа, Чина, пахнет как мужчина. Так, қыздың мінезі қандай болу керек? Жалпы ой өрісі, үйленуге таппай жүрмін, серьезный отношение керек дейді. Шыңғыс, сен өзіңе қандай қыз керек екенін сен білмесең, мен қайдан білем? Сен ішіне кіріп шыққан жоқпын ғой. Пойми для себя, кто тебе нужен, с каким человеком тебе будет комфортно жить. Саған, Чина, саған қандай қызбен араласу, сөйлесу, ой алмасу, өмір сүру қандай? Сен қандай қарым-қатынас қалайсың, Чина? Я откуда знаю? Серьезные отношения будут только с тем человеком, с кем тебе хорошо и комфортно. Басыңыз ауырмай ма біреудің проблемаларымен? Вообще ауырмайды. Қазір бақырып да дальше пойду свою жизнь жить. Вы что думаете, мен қазір эфирді өшіремін да барып бүйтіп ойлап, мә, Чина не істеді екен, ә? Таптым екен серьезный отношениеге қыз деп ойланып отырады өтсін ба? Мен ұмытып кетем, қазір эфир өшеді, болды ұмытып кетем. Жаңағы жігіт не болды сонымен? Түф. Маған да біреу сөйтіп айтқан, ты удобный, үйленемін саған деп, пошел на деген. Айбай, сөйтіп айтама, Нұрай. Прям прямым текстом сөйтіп айтама, ты удобная деп. Вообще қыздар удобный болмаңдар. Вообще. Сорлап жүрсін. Тамақ істей алмайтын, бірақ ақша көп табатын болса ше жігіт дейді. Ну, я не знаю, Рошан. Тамақ істей алған дұрыс. Это показатель того, что человек ответственный. Кім айтты ақша тапқандардың бәрі жауапты деп. Өз-өзін обеспечивать ете алатын адам жауапты. Өзінің қарайған басын обеспечивать ететін. Тек қана ақшамен емес. Ну, это ты сам может себя, свой быт закрывать. Это важно. Жүріп жүрген жігітім басқа қызға кете қалды. Енді менде басқа балансе отношения. Не? Жүріп жүрген жігітім басқа қызға кете қалды. И менде басқа балансе отношения құра кеттім, хотя мен бывшийді люблю. Почему басқа балансе? Кетіндер ше? Сауатты жазып үйренсіңдер, приложение для знакомства арқылы норм жігіт табуға бола ма дейді. Ситора. Хороший вопрос. 14 февраль күні. Во-первых, 14 февраль запомните. Макабат күні. Бізде қазір мына жерде шыңғырат. Ол біздің праздник емес. Ау-мау, неважно. Бәрібір біздің праздник болса да, болмаса да, 14 күні біз бәрібір бір-бірімізге сыйлық береміз, бәрібір бір-бірімізге гүл береміз, открытка береміз, сообщение жазамыз. Хотите вы этого или нет, сендер тоқтата алмайсыңдар. По-любому это праздник. Человек, который хочет праздновать, неважно, нужно праздновать. Так вот, 14 күні праздник, да, 14 күні менің конкурсымның жеңімпазын анықтаймыз. Айттым я, 400 000 теңге ойнатамын. 400 000, там условия есть, посмотрите под рилсом, 400 000 теңге, 4 адамға 100 000 теңгеден көздеріңше фук каспийлеріне жіберем. Идите условия конкурса узнайте. И 14 күні менің YouTube каналымда не шығады, подкаст шығады.
мен бір тестовый подкаст жасап көрдім, өзім шақырдым қонақтарды, орыс тілінде, бірақ как раз мы будем говорить про то, ана Тиндер арқылы танысқан екі подружкамды шақырдым. Біреуі вышла замуж за американца, біреуі вышла замуж за айтишника. Вот такая семья. Так что, қыздарики, жігіттерики, приходите. Ютубта шығады, обязательно скажу. Дальше. Соң жағын көрсайшы. Жігітім әскерде, күткенім дұрыс па, бірақ уже сезімім жоқ. Қазірден бас тартып нүкте қояйын ба? Сезімің жоқ болса, алдама жігітті. Так, бір қызыммен ажырастым. Екінші рет тұрмысқа шығуға бола ма? Бақытты болғым келеді. Сабина, бәріміз бақытты болғымыз келеді. Надо тщательно выбирать себе парня, нового мужа. Қыздың өмірінде ойлау керек. Қазір небір азғындар бар. Абай бол, әбден тексеріп барып үйленгің келсе. Менің подругам мені көпшіліктің көзінде төмендетеді. Не істесем болады? Акося, подругаңа до свидания дейсің. Мен байым нихуя берген емес, 14 болсын, басқа болсын, что делать дейді, скандал устрой. Мен бытовой инвалидке тиіппін, не істеймін, ажырасам ба? Бытовой инвалидті тәрбиелеп алуға болады. Алдап-сұлдап, айттым ғой жаңа эфирде, алдап-сұлдап сетіп аласың. Мен көп ақша табамын бизнесте, но ыдысым жуылмай, кейде тамаққа үлгермеймін, это норма дейді. Я думаю, что сен әйелсің ғой? Я әйелсің ғой. Кез келген әйел үйдің тірлігін істей алады. Бұл жерде проблема еркекте. Бізде еркектер үйдің тірлігін істей алмайды, но они должны уметь. Әйелді, если барып салып қойсаң, жұмысқа салып қойсаң, ол үйде істейсің десең, ол істейді. Сен қолыңнан келетініне я уверена. Поэтому лучше зарабатывай деньги и можешь басқа бір қызға ақша беріп, сол үйдің тірлігін істейді. Екеуің де ұтасыңдар. А так кез келген әйел үйдің тірлігін істей алады. Не переживай. Так, мен бытовой инвалидке типін оны оқыдым. Махаббат күнін жалғыздар жиналып шай ішейік дейді. Махаббат күнін средаға түсейін деп тұр. Бұйырса, я думаю, что будет эфир. Өзіміз жалғыздар отырып чай ішеміз десең, да? Мен жалғыз емеспін, конечно, но у меня муж на работе в этот день. Поэтому ол келейін, сәл ертерек, наверное, он чуть позже будет. Ол пока келеді, гүлдерімен келгенше сендермен эфир жасап алайын. Та-та-та-та-та. Күйеуің ұрса ше, ұратын күйеуді полицияға тапсырасың. Сіздің эфирларыңызды көріп, мына жерде бір қыз сұрақ қойыпты да, бүйтеді да, күйеуің ұрса ше, бір-бірімізді түсінбесек дейді, күйеу ұрады екен. Енді астында басқа жазады. Сіздің эфирларыңызды көріп, күйеуімен очередной скандалда полиция шақырып, заявление жазып жібердім. Бір сутқа отырып, мышық болып шықты. До этого дух жетпей жүрген сіз дух бердіңіз дейді. Көрдің бе шешімді? Көрдің ғой, бір жұтқыға отырғызып, мышық қабап шыққан. Пользуйтесь. Так. Сол бытовой инвалидті қалай жеңуге болады? Әкенай, сен эфирға жаңа кірдің ғой деймін, сен оны жеңбейсің. Осы эфирді сақтаймын. Көрші, бытовой инвалидті қалай тәрбиелеу керек екен туралы лайфхактар бердім. Қазір тұрмыстан балам бар, күйеуімді жақсы көрем, бірақ алғашқы махаббат түсіме кіреді. Ой, сенде бір кімнің Кенжебек, полу соқыр Кенжебектің екінші әйелі ұқсап. Көрдіңдер ма сол эфирді? Көреміз деген тиктоктан жақсын көрдім. Қатыны бар бола, қыз жаңағыдай, мен сізді түсімде көрем, сізге бірдеңе болды ма, мау деп басын айналдырмаған ғой. Не дейді, құрсын. Бұл жерде басын айналдырмаған деп айту, конечно, дұрыс емес. Өйткені кеңкелес қатыны бар ғой. Қатыны қабат сөйтсе, сонда біреудің сізді түсімде көрдім, мау десе, бүйтіп, еріп кете береді да, сонда ше. Басы жоқ па, бір бәле. Сонда сен не деп тұрсың енді? Түсіме кіре береді деп. Ой. Жұмысқа шықшы, жұмысқа шық. Еркектің мойындағы жалқаулықты қалай айттым қалай тәрбиелеу керек екен. Күйеуің ақша төлейтін қыздарға барса, мен кінәлім ба дейді. Ақша төлейтін қыздар проститутки, что ли? Он долбоеб, что ли? Сонда семейный бюджетті он тратит на проституток. Екі аяғын бір етке тықпайсың ба, қуасың ба сен? Сонда ол үйдің семейный бюджетті ақшаны алып, сол жаққа көшеге кетіп батқан кезде сен қарап еще. Интересно. Күйеуім сол көшедегі қыздарға ақша алып барса, мен кінәлімін ба? Кінәлі емеспін ба?
қуасың ба сен? Қуасың ба? Ол жерде вообще ол сұрақты ол сұрақ қойылатын жер емес қой ол. Кім, атың кім? Гүлім? Гүлім? Ол сұрақ қойылатын жер емес қой, сен қуасың ба? Күйеуім проституткаларға барады, ақша төлеп. Соны ойлап тұрмын да. Сол менің кінәм ба, менің кінәм емес па? Қуасың ба сен? Сен күйеуің далбай болып қой, білесің ба? Үйдің ақшасын сол көшеге апарған нес? Екі аяғын бір етіп кеттік. Тоба. Блин. Сөйлесіп жүрген балаға сіздің видеоңызды жіберген проэмоциональность мужчина. Ол сізді обиженка, сізді көретін ұлдарды без характерінде дейді. До свидания дейсің ғой, болды. Все. Сейчас иду. Қазір бәрі. Пока делаем бәріне. Түсің бә? Пошел вон. Айттым осындерге. Тест. Менің видеоларым тест болу керек. Тест. Жібересің, что он думает про меня, что он думает про то, что меня слушают и мужчины, и все. Өзің ойлашы, мені 400 000 адам қарайды да, и он такой, что, хер с горы, самый умный, что ли, типа, осы отырған 400 000 адамның бәрі ақымақ, а мен ақылдымын ба? Онша кейбір облыстардың әкімінде осындай халық жоқ қой, 400 000. Қай облыста 400 000 халық бар? Ақтөбеде жоқ, Ақтөбе емес, Жамбыл облысында ма еді? Қарағандыда ма еді? Білдей облыс әкіміндегідей менің влиянием бар ғой. Сөйтіп отырып ол менің аудиториямды типа, это все обиженки, это все тупые деп отыр ма? Да пошел он нахрен. Құрып кетші деп айтасың. Вот. Все. Всем спасибо. Всем спасибо. Всем хорошего вечера. Жақсы сенбі және жақсы жексенбі болсын. Жексенбі күні айтпақшы, сағат 12-де қыздар, жігіттер, Алмаюда сіздерді күтемін. До следующих эфиров 14 февраля кездесеміз. Пока.